Сәлем, қайырлы таң, қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Маржан, және де бүгін біз қайтадан ұбт тақырыбында, бірақ ұбт тақырыбындағы соңғы бір видеолардың бірі болады. Бүгінгі тақырып грант тізімі шыққан кезде қалай іздейміз, қалай әрекет етеміз, және өзімізді, атымызды қалай табамыз деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бірақ ескерте кететін бір ғана жай, мен ешқандай ұбт аналитик немесе ұбт критик емеспін, ұбт-ны 5-6 рет тапсырып келген тәжірибем де жоқ. Жай ғана мен былтыр көп оқушыларды көрдім, қарапайым сұрақтардың жауаптарын таба алмай, қарапайым сұрақтардың жауабын білмей, сондай оқушылар азайсын, сондай оқушыларға бір пайдам тисін деген ниетім ғана бар. Жауап бере алатын, мен білетін тақырыптарды және де сіздер мүмкін ол нәрсені таба алмайсыздар деген сұрақтарға жауап берем, ал басқа сұрақтарға жауап бере алмаймын өкінішке орай. Олай болса, бүгінгі тақырыпқа көшейік. Грант саны былтырғы 2018 общий грант тізімі бойынша жұмыс жасап көрсететін боламын. Олай болса, грант тізімі қалай шығады және сіздер шыққан кезде қалай әрекет етесіздер? Бұлай болады. Сіздер бәлкім ұйықтап жатқан кезде WhatsApp группада шулайды. Грант тізімі шықты дейді, и ссылка тық-тық-тық кететін болады. Осы сайттарда оқушылардың грант тізімі жарияланған дейді. Ол нәрсе бірінші Егемен Қазақстанда жарияланады, екінші тест центрда жарияланады. Тест центрда қателеспесем ИКТ бойынша шығады, прям индивидуально. Сіз осындай да осындай, осы университетке, осы мамандыққа түстіңіз, осындай балмен деп тұрады. Ал общий тізім, мынау мен сіздер алдарыңызға көрсетіп тұрған PDF вариант ретінде жасайды, шығады. Енді бірінші проблема, сіздерге сайтқа сілтеме жіберіледі. Міндетті түрде ол общий группада оқушылар болады, пысық тауып қоятын. И сол сілтемеде кіресіз, бірақ сайт жұмыс жасамай тұрады. Неге? Өйткені Қазақстанда 2,5 миллион оқушы барлығы сол сайтқа кіріп жатады. 2,5 миллион оқушы ғана емес, тағы да оған бір оқушының 5-6 мұғалімі кіріп жатады. Образовательный центрлардың мұғалімдері кіріп жатады, ата-аналар кіріп жатады. В общем, ана сайтта миллиондаған адамдар кіріп жатады, и сайт кәдімгідей жайлап жұмыс жасайтын болады. Сондықтан уайымдамаңыз, сабыр сақтап күтіңіз. Қалай болады? Жаңағы сілтемеге кіріп, өзіңіздің телефоныңыздан немесе өзіңіздің телефоныңызда интернет сәл жай істейтін болса, үйіңіздегі интернет жақсы ұстайтын адамның телефонынан да кіріп, екеуінен де кіріп отыра беріңіз. Екінші вариант, сіздің достарыңыз болады, жаңа мен айтқан сияқты пысық, олардығы бірінші жүктеп қояды жаңа документті. И олар қарап отырады. Міне Маржан, сен мұнда грантқа түстің, міне Аида, сен мұнда грантқа түстің, міне Зарина осында грантқа түскен екенсің деп. Солардан скриндап сұрасаңыздар болады, немесе солар жай ғана айтып отырады. Олар дұрыс көреді деген сенімдемін, қатесіз айтады деген сенімдемін. Енді қалай іздейсіздер өздеріңіз? Пысық достарыңыз сілтемеден сұраңыз. Сілтемеден скачать етіп қойған болса, жаңағы PDF документті алдырыңызда тұрған, онда соны WhatsApp группаға немесе Telegram группаға жіберші деп сұра. Ол PDF-ті жібереді. Телефонмен қара, бірақтан телефонмен ыңғайсыздау болуы мүмкін. Сондықтан ол нәрсені дереу ноутбукқа жүктеп алған дұрыс деп ойлаймын. Ноутбукқа жүктеп алғаннан кейін ол тізім примерно осылай тұрады. Сөйтіп, бірінші мамандық бойынша, бірінші мамандық мектепке дейінгі сабақ беретін общий конкурсы жарияланып тұрады. Сіздер нарықта өте көп парақшалар көп жазасып кетесіздер, оның үстіне сіздерден нарықта мандраж кішкене болып жатады. Сондықтан сіздерде мына жақта редактирование бөлімінде поиск деген дүние бар. Осы жақта ИКТ бойынша іздесеңіздер болады. Немесе ең жақсы нәрсе, сіздер бірінші болып қандай мамандықты жазған едіңіздер, сол мамандықтың кодын жариялайсыздар. Жазасыздар. Мен алдын ала дайындап қойдым бұл кодты, сіздер телефоннан қарап жазып отырсаңыздар болады. Менің алғашқы жазған мамандығым 2 шет тілі болатын. 2 шет тілінің коды осындай. Сонымен поиск жасайық. Компьютер қазір іздеп жатыр осы документ ішінде. Осы документ ішінде міне иностранный язык, 2 иностранных языка, английский язык. Мен ағылшын дж тапсырдым. Менің мамандығым бойынша жарияланады. Бұл жақта общий конкурс бар және сельская квота бар. Сельская квотаны білеміз, ауылдық квота. Общий конкурс бойынша міне бірінші Ажар деген есімді қыз 136 ұпайменен 0,27 деген, яғни Казгуға түскен екен. Осы 2 шет тілі ағылшын тілінің мамандық бойынша ең жоғары ұпай 136. Ары қарай 134, 133, 131, 29 кете береді. Байқасаңыздар өте көп бір ұпай жинаған адамдар.
әрқайсысының бір артықшылығы бар, сол үшін олар бірінші өтіп кетеді және ортасында кетеді. Енді менің ұпайым 125 болатын. 125-тің тізімінен қарайық. 125-тің тізімінен қарайық. Міне 125 екінші болып өткем. Әбдіғали қызы Маржан 125 ұпай. Мен 125 ұпаймен екі шет тіл мамандығын СДУ-ды жазған болатынмын. СДУ-ға түскен. Осылай тұрады менің ИКТ номерім. Және осылай арғарай кете береді. Өзіңіз таптыңыз, пендешілікпен өзіңіздің қалай сенімділігіңізге кірдіңіз, дәлелді көрдіңіз. Ал осы мамандық бойынша ең төменгі ұпай қалай болды екен көрейік. Ең төменгі ұпай 153 болып, 123 ұпай жинаған. 123 ұпай жинап, 0,13 деген кешіріңіздер білмеймін, қай университет екен, осы универге түскен. Бұл 123 ұпаймен мына жерге Казгуды жазса да, СЗУ-ды жазса да, Инязды жазса да, бәрібір өтетін еді. Сондықтан, өткен видеода айтқанымдай, мына жақта маңызды бұл балл, маңызды мынау емес. Сельская квота деген қалай болады? Сельская квота, білесіздер, ауылда оқыған оқушылар 123 ұпаймен максимум 0,23 деген вузға түскен екен. Ең төменгі ұпай, бұл жақта өте көп оқушы бар, бұл мамандық бойынша. Ең төменгі ұпай 119. Міне 221 оқушы түскен грантқа, 119 ұпайменен 0,13 деген универге түскен. Бағана байқасаңыздар, общий конкурста да 0,13, мына жақта да 0,13. Біреу 123 пен, біреу 119 пен. 119 сельская квотамен түскен. Енді иностранный язык. Мына жақта жаңа көрген нәрселеріміз общий конкурс. Бұл жақта барлық универ ойнатылады. Тек мына төмендегі универлерден басқа. Ол қандай универ болуы мүмкін? Міне Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті не? Бізге былтыр 10 грант берілген екен мемлекет. Абай атындағы университетті жазған оқушыларға төбедегі общий конкурсқа қатыстырылмайды. Олар бірден Абай атындағы университетке түсемін деп жазған оқушылардың арасында ойнатылады. Яғни 20 оқушы Абай атындағыға түсемін екі шет тіліне деп жазған болса, сол 20-ның ішінде 7-і осында түскен. Түсіндіре алдым деген сенімдемін. Общий конкурс бойынша Абай атындағыға 134 пен түскен. Мына 7 оқушы, мына 10 оқушы общий, бұлар тек қана Абай атындағы педагогикалық университетке түскен. Ең минимумы 122, ең максимумы 134. Егер 134 алған қыз Казгуды жазғанда, Казгуға түсетін еді, анау конкурста, жоғарыдағы конкурста жарияланатын еді. Бірақ бұл оқушы Абай атындағын жазды және осы тізімде тұр. Сондықтан барлық тізімді қарап шығыңыз. Сельская квота бойынша 121-119 бен түскен 3 оқушы. Осылай. Келесі бізде университетке арқалық мемлекеттік педагогикалық институтқа Ыбырай Алтынсарин атындағы 5 грант берген, 118 максимум, 115 минимуммен түскен, және де ауылдық квота бар. Екінші Алматыдағы университетті айтсақ болады. Бұл ЖНП қызпу деп білу керексіздер. Қыздар ғана түсетін университет, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. Бұл жаққа 11 грант берілген екен, минимумы 119 балмен түскен, максимум 126. Бұл оқушылар, бұл қыздар ЖНП-ді, яғни Ақнұр жазған бұлай. Мен 126 ұпай алдым, мен Алматы қаласындағы ЖНП-ға жазам деп. Бұл қыздың аты жөні жоғарыдағы конкурстар жоқ. Өйткені ЖНП ол конкурсқа қатыстырылмайды. Оларға бөлек грант санын береді, тек қана ЖНП-ға тапсырған оқушылар арасында ойнатылады. Міне осы секілді осы тізімнен қарай аласыздар. Одан кейін, егер Құдай сақтасын бұндай тізімде болмасаңыз, сіздің жазған екінші мамандығыңыздың кодын жазасыз. Айталық, сіз екінші мамандығыңыздың коды қандай болуы мүмкін? Егер осы неде түспеген болсаңыз, мысалы, осы алайық, мәдениеттану деген мамандық, жоғарыға кетейік. Жаққа жазамыз, найтиға бағана тұрған, мен культурологияны ашып берді. Осы жақтан уже қарай бересіз. Осылай 4 мамандықты қарап шығасыз. 4 мамандық бойынша ең алғашқысында немесе кез келген өзіңіз қалаған жүрегіңізге жақын болған бір мамандықта сіздің атыңыз осы тізімде болсын деп тілеймін. Бұйырса, Құдай қаласа,
грантқа түсіп, осы тізімде аты жөндеріңізді көріп, ата-анаңызды қуантуларыңызды тілеймін. Алдағы уақытта ұбт-ны жақсылап тапсыруларыңызды тілеймін. Осы егер видео пайдалы болатын болса, достарыңызға жіберіңіздер, бөлісіңіздер. Тағы да қайталап айтамын, мен ұбт аналитик критик емеспін, жай ғана қарапайым сұрақтардың жауаптарын көрсетіп беремін. Сонымен солай, сіздермен бірге болған мен Маржан. Көріскенше, ұбт-да сәттілік.